Өзімізді неден өзгертіп бастаймыз, оны қалай бастаймыз видеосының екінші бөлімі. Бірінші бөлімін біздің каналдан көре аласыздар. Ол жақта өте маңызды және база тақырыптарды көтерген болатын. Енді екінші бөлімінде де мен үшін маңызды болған және көптеген адамдарға шынымен де нәтиже беретін тақырыптарды қозғаймын. Көп болмайды, бірақ осы аз ғана болса да тақырыптар бойынша ақпаратты өміріңізге енгізсеңіз, мен Алла қалауымен енді 100% сенімдімін, сіздің өміріңіз өзгеріп бастайды. Өзіңіз себеп өзгеріп бастайсыз. Себебі қаншама өзгеріс сыртқы әлемдегі сенің нәтижелерің, сенің жетістігің, ол барлығы біздің ішімізден басталады. Яғни ішкі әлемімізге сүңгу арқылы, оны тану арқылы менің қандай кемшіліктерім бар. Кемшілік болғанда менің қандай осал тұстарым бар. Мен қалаған өмірге жетуіме кедергі болып жатқан қандай тұстарым бар менің деп өз-өзіңе шынайы не істеу керек? Мойындау керек. Яғни келесі біз білуіміз керек нәрсе, өзіміздің осал тұстарымызды өзімізге мойындау керек. Өзімізге бірінші мойындаймыз, мен осындаймын, менің шынымен де жетістікке жетуіме, қалаған нәрсеме жетуіме кедергі болып жатқан осындай да жерім бар, осындай да тұсым бар. Өзіңмен шынайы болу керек және оны не істеу керек? Аллахқа мойындау керек. Мен әрқашанда өзімнің кейбір кемшілік осал тұстарым болатын болса, сонымен өзім күресуім қиын болып жататын болса, не істеймін? Әрқашанда Аллахтан жәрдем сұраймын. Бұл өте керемет лайфхак. Аллахқа барып айтасыздар, мойындайсыздар. Аллахым, мен болды, жеңілдім, мен мойындаймын, менің осындай да осындай осал тұсым бар. Мен өзіммен күресуім қиын болып жатыр. Мен қалай бұны жеңерімді білмей жатырмын. Мен бұны өзім жеңуіме тіпті өзімнің күшім жетпей жатыр. Аллахым, менің өзгерісімді бұл жолда, өзгеріс жолындағы күш қуат бере көр, өзің жәрдем бере көр, маған көмектесші. Менің осындай жаман әдетім бар, менің жаман мінезім бар, менің жаман пайдасыз осындай әрекеттерім бар. Аллахым, құтыла алмай жатырмын мен. Көмектесші, Раббым деп не істеу керек? Өзінің осындай да тұстарыңды мойындау керек, оны қабылдау керек. Мен осындаймын. Болды, одан қашпаңыз. Қашудың қажеті жоқ. Кейбір өзіңіз білесіз қой, енді өз бойыңыздағы мінезіңіз болсын, қандай да бір жеріңіз бар ғой, өзіңізге ұнамайтын, соны өзгерткіңіз келеді, бірақ біз өздігімізден оны өзгерте алмаймыз. Егер Аллах бізге оны көмектеспесе, Аллах тағала бізге жәрдем бермесе, ол жағынан біз өзіміздің әліміз жетпейді. Себебі тек қана Аллахтың ғана, барлық нәрсеге Алланың ғана құзыры, барлық нәрсе Алланың ғана құзырында. Сондықтан да мойындау өте маңызды. Ашық болыңыз. Сол кезде бір жеңілдікті сезінесіз. Тіпті параққа жазып алсаңыз да болады. Менің кедергі тұстарым. Параққа тізіп жазып алыңыз да Аллахтан жәрдемді, жеңілдікті сұрай беріңіздер. Мен әрқашанда айтатын бір нәрсе, ол жеңілдік сұрау Алладан. Біз дұға етеміз ғой, бірақ дұға еткен кезде көбінің жіберетін қателігі, Аллахым, маған осыны нәсіп ете көр, немесе Аллахым, маған хайырын бере көр дейміз де. Бірақ қараңызшы, адам өзіне осылай тілеп алады да, хайырын сұраймыз, бірақ ол хайырын Аллах тағала берді, мысалы сіздің дұғаңызға жауап берді. Ол хайыр деген түр, хайыры Аллахтың берген. Сіз оған өзіңіз дайын болмауыңыз мүмкін. Себебі Алла тағала хайырды әртүрлі формада нәсіп етуі мүмкін. Және ол формасына, ол хайырдың түріне сіз дайын болмауыңыз мүмкін. Мысалы, қандай мысалды алсақ екен? Аллахым, менің жолымды аша көр, маған осы бір ісіме хайырын бере көр, хайырын нәсіп ете көр дейсіз да сіз. Ал мүмкін ол ісіңіздің, сіз нақты ішіңіздегі қалау былай болатында, Аллахым, осы ісімді дөңгелетіп жүргізіп бере қойшы деген сияқты. Ал сіз хайырын сұрадыңыз. Хайыры қалай болып келуі мүмкін сізге? Ол жұмыс жүрмей қалуы мүмкін. Мысалы, сәтсіздік болуы мүмкін. Ол хайыры да сізге өйткені оның астарында мүмкін сол істің дөңгеленіп кетпеуінің астарында жатқан хайыр, ол сіздің белгілі бір сабақ алуыңыз керек болғандығында болуы мүмкін да. Алайда сіз оған дайын болған жоқсыз, сіздің шынайы қалауыңыз ол болған жоқ еді. Сондықтан дұға еткен кезде, Аллахтан сұраған кезде нақтылап, дұрыстап, әрқашанда не қалайсың соны дұрыстап сұрау керек. Екінші нәрсе, жеңілдікті сұрау керек та. Қандай да істе болсын, жеңілдікті сұрай беріңіз. Аллахым,
жеңілдетші осы ісімді, өзгеруімді жеңілдетші, мына ісімнің берекесі жеңіл түрде келсінші маған, білмеймін, енді білім алуымды жеңілдетші. Мен әрқашанда білім алуымды Аллахтан жеңілдетуін сұраймын да. Өйткені оңай нәрсе емес, соны білесіздер, сол сияқты әркім өзіне жеңілдік сұрай берсін. Тіпті бала дүниеге алып келетін болсаңыз, Аллахым жеңілдетші, мен қанша рет тіпті есімде жоқ, бірақ ең көп сұрағаным Аллахым жеңіл түрде босанайыншы деген сияқты. Бұл әрқашанда керек нәрсе. Және түріктерде мен байқағаным, өте көп осы сөзді қолданады. Танымайтын кісі болсын, бір өте жиі қолданатын сөздер қолай келсін дейді да. Яғни жеңіл келсін саған, осы ісің жеңіл болсын деген нәрсені бір-біріне өте жиі тілейді екен да. Енді біздің менталитетте ондай ұғым өте азды. Осы жақта келіп осы нәрсені байқадым, бұл өте маңызды, бір-біріне тілейтін дұғалардың бірі, өзіңе тілейтін дұғалардың бірі. Енді келесі бізде ол өзің жайлы ойыңызды дұрыстау. Өзгеріс жолындағы ең маңызды бұл этап. Ол қалай сонда? Өзім жайлы ойым, ол не деуіңіз мүмкін да? Өзің жайлы ойың. Көп жағдайда адам өз-өзімен өте қатаң, өте өзіне критик. Ең бірінші адам өз-өзіне критик. Басқа сын негізі айналадағы сыннан асып кетіп, айналадағы сын критика жолда қалатындай, сен өз-өзіңді қатты жейсің. Сен өз-өзіңе өте қатаңсың, сен өзіңді мақтай алмайсың тіпті. Бұл көптеген адамның қателігі. Ол бір. Ішкі диалог. Қараңызшы, сіз күні бойы өмір сүріп жүрсе, таңертең тұрдыңыз, күні бойы бір тіршілік жасап жүрсіз, және сол сәттерде сіз өзіңізбен болатын диалогыңыз қандай сіздің? Көп жағдайда адам зерттеулер бойынша жалпы сіз ғана емес, біздің менталитет ғана емес, бүкіл әлем бойынша адамдар қалай әрекет еткен, қалай өмір сүреді екен. Көбіміз біздер өзімізбен ең нашар диалог жүргізеді екенбіз. Мысалы, сен досыңмен қандай қарым-қатынастасың, айналадағы адамдардың барлығымен қандай қарым-қатынастасың. Көбінесе біз қандаймыз? Біз сыпайымыз, біз әрқашанда жылы сөйлейміз, жылы қарым-қатынас, ешкімнің бір көңіліне тиіп қалмайыншы, бір ауыр сөз айтып қалмайыншы, осы жақыныма, ол маған бағалы ғой, ол маған сондай жақын ғой деген сияқты сезіммен өмір сүреміз, және расында анау адамға біз ауыр сөз айтпаймыз. Ал өзімізге келгенде ең жаман сөздерді, ең жаман ойларды өзіміз жайлы біз не істейміз? Осыған рұқсат беріп қоямыз. Бір нәрсе бастайтын кезде, ой, сен оны тіпті байқамауы мүмкін, бірақ іште өзің жайлы бір даусың болуы мүмкін. Ой, ол сен қолыңнан келмейді ғой, тағысын тағы, ол мүмкін емес деп, сондай сияқты, осындай типтегі бір диалогтар адамда күн ұзағына қайталанып не істейді екен, жүре береді екен. Өз-өзіме адам осылай сөйлеседі екен. Сен өзіңмен негізінде достарыңмен, сырттағы адамдардан да асып, өзіңмен сондай жақсы диалогта болуың керек екен. Яғни сыпайы өзіңді қалай сырттағы адамдарды бағалайсың, дәл сол сияқты өзіңді бағалап, мен өзіме құндымын, мен бағалымын, мен өзіммен олай өз-өзімен бұлай критик ретінде сөйлесуге, өзімді бұлай құнсыздандыруға мен рұқсат бермеймін, мен бағалымын деген сияқты біз өзімізбен диалогты не істеуіміз керек екен. Өте сондай жоғары деңгейде бағалап, сен қолыңнан келеді. Сен неге олай айтасың? Мысалы, сен қолыңнан келеді, Аллах тағала саған қандай мүмкіндіктерді берді. Өзің жайлы олай ойлама. Бұл өзіңмен диалог күлкілі көрінуі мүмкін, дегенмен де нағыз өзгеріс, нағыз жетістік осыдан басталады. Әлем бойынша ең успешный, ең керемет адамдар, олар өзімен сөйлесулері өте жоғары деңгейде. Өте мықты, өте керемет, сенімді, өте успешный, өте бай, өте білімді, өте мықты маман ретінде өздерімен сөйлеседі. Өзіне деген қарым-қатынас сондай. Ол бір. Келесі. Сіз енді қазір А точкадасыз, сіз өзіңізді біліп тұрсыз, өзіңізге өзгеріс керек екенін байқадыңыз. Оның өзі жетістік. Мен өзгерім керек деп ойлауыңыздың өзі өзгеріс. Неге? Өйткені қаншама өмірде адамдар бар, өзгеріс жайлы не істейді, тіпті ойламайды, уайымдамайды. Мен осы қалпымда қабылдасын, жұрт қабылдамаса қабылдамай қойсын, мен бітті, өзіме ұнаймын, мен өзгермеймін. Сондай
қатып қалған адамдар болады да. Ал сіз, мен өскім келеді, Алла разы болатын пенде болғым келеді, мен сондай құл болғым келеді деген ниетпен өзгерісті бастауыңыз, соны қалауыңыздың өзі бұл өзгеріс, және оның өзі жарты жеңіс. Енді А точкаңызды сіз білесіз өзіңіздің. Енді не істеу керек? Б точкаға жеткіңіз келеді. Б точкадағы сіз ол қандай? Мәселен, мен өзіме айтам, Б точкадағы фариза осындай да осындай. Ол болашақта Алла қаласа осы қазір бастаған оқуын тәмамдады. Ислам әлімдері бойынша өте мықты маман, қаншама жаңағыдай тілдерді біліп қана қоймай, ол тілдерде сабақ бере алатын деңгейде деген сияқты жаңағыдай үлкен ұстаздармен қарым-қатынасы бар деген сияқты. Менің қазіргі қалауым, ол Б нұсқасындағы фариза. Мен соған жетуім үшін не істеуім керек? Және мен соған жеткім келеді. Ол Б нүктесіндегі фари ол қандай? Мен шамамен оны елестетуім керек та. Елестетіп, не істеуім керек? Соны сезінуім керек. Б нүктедегі фаридің сезімдері, солған жеткеннен кейін сезімдері қандай болады? Оның ойлау қабілеті қандай? Оның ішкі сенімділігі өзіне деген қандай? Ол қандай әрекеттер жасайды, ол қандай әрекеттер жасамайды? Ол айналасымен қандай қарым-қатынаста? Ол отбасында қандай? Ол қандай әйел? Оның қанша баласы бар? Оның күйеуімен қарым-қатынасы қандай деген сияқты барлық өзімнің өмірлік сфераларым бойынша мен не істеуім керек? Мен солай жазып шығуым керек. Мен сезініп отырып оны жазуым керек. Яғни қазіргі А нүктедегі фариза осындай болса, Б нүктедегі фариза мынандай. Яғни біз әлі болмаған, бірақ болғымыз келетін адамның рөліне кіріп, елестетіп, соны сезініп, бұл энергия, достар, бұл энергия, бұл жұмыс жасайды. Соны сезініп, оны былай айтқан кезде жететінімізге және жеткен кезде қандай сезімде болатынымызды тағы бірле сезінуіміз керек. Мүмкін емес болса да, қазір орындалмаған болса да, бұл өте маңызды. Ол адам энергиясы қандай? Сол жеткеннен кейінгі ол адамның энергиясы қандай? Сен ғой ол. Сенің энергияң қандай күйде болады? Сен тіпті оянғаннан бастап күн батқанға дейін қандай өмір сүресің? Ол нүктеге жеткеннен кейін. Ол сенің версияңа жеткеннен кейін сен қандай боласың? Осының барлығын біз алдын ала сезінуіміз керек. Және оны сезініп қана қоймай, сол рөлге кіруіміз керек екен. Сен қандай рөлде жүресің өмірде, сен соған жетесің. Яғни бақытты адамның рөлінде болғың келсе, қазір бақытты болып баста. Бақытты адам өзін қалай сезінеді? Бақытты адам қандай әрекет жасайды? Бақытты адам қандай ойлар ойлайды? Бақытты адамның ұғымы сіз үшін не? Деген сияқты барлығын қазірден бастап біз сезінуіміз керек. Неге деген сұрақ болатын болса, қараңыздаршы, біз қандай да бір әрекетті өмір бойы жасап жүретін болсақ, ол мида нейрондар қалыптасады. Ол нейрондар белгілі бір мышленияны қалыптастырады. Нейрон дегеніміз, нейронның сіздің миыңызда кәдімгідей бір әдет бар, ол әдет күнде таңертең тұрып, не істеу? Тісіңізді жуасыз. Ол автоматты түрде сіз үшін тіпті қиын емес та, сен тіпті ойланбайсың, тісімді жуайын ба, жумайын ба деген сияқты. Сен үшін ол соншалықты әдет болып кеткен, сен ойланбай оны жасайсың. Тұрдың, бітті, тісіңді жудың деген сияқты. Дәл солай ол іс қалай сондай бір автоматты түрге жетті, өйткені сен күнде оны қайталай бердің. Ол не істеді? Бұл әдет сен үшін миыңда нейрондық жолды қалыптастырды. Дәл солай. Сіздің жетістікке апаратын өзіңіз жайлы ойыңыз, сіздің сондай бір әдеттеріңіз, өзіңіз жайлы образыңыз, қандай рөлде екендігіңізді ойлай беру, соның барлығы не істейді? Жаңа нейрондық байланысты орнатады. Сіз дәл қазір Б нүктесінде өзіңіз жайлы өте жаман пікірде болсаңыз, қаншама негативті ойлардың барлығын сен күнде ойлаған сайын, өзіңе айта берген сайын, ол не болды? Ол нейрондық жол, ол нейрондық байланыс, яғни өзің жайлы ойың, установкаң қалыптасты. Енді сол установканы, сол нейронды жою керек, себебі дәл сол өзің жайлы пікірің, дәл сол установкаң сенің өміріңе тікелей айналып жатыр. Сен қалай өзің жайлы ойласаң, сен әлем сені дәл сол қалыпта қабылдайды. Сен егерде өзің жайлы жақсы пікірде болсаң,
Әлемде сені солай қабылдайды, әлемде сен жайлы сондай пікірде болады. Барлығы өзімізден басталады, барлығы өзіміздің ойымыздан басталады. Бұл қанша жерден банальный болса да, өзгеріс осыдан басталады. Сол себепті айтып жатқан нейрондық жолды енді басқаша жасайық. Өзің жайлы ең бірінші видеода, яғни алдыңғы сабақта бірінші бөлімде Аллах жайлы ойымызды дұрыстайық дедім. Барлығы содан басталады. Екінші, өзің жайлы ойыңды өзгерт. Мен Аллах жаратқан қандай құлмын, мысалы, сізге Аллахтағы қаншама керемет қабілеттерді беріп қойды. Сіз неге өзіңізді құнсыздандырасыз? Алла тағала сіздің айналаңызға қаншама керемет мүмкіндіктерді беріп қойды. Неге сіз оны пайдаланбайсыз? Неге оны пайдалануға мен тіпті құқылы емеспін, мен оның қолымнан келмейді деген сияқты ойлармен неге өзіңізді соншалықты төмендетесіз? Неге соншалықты өзіңізді ешкім емес санап тастағансыз бір уақытта? Неге ол ой сізде сондай бір миыңыздың программасы болып кетті? Айтыңызшы, неге? Бұл өзіңе жасаған ең үлкен қастандық. Егер де діни тұрғыдан және нақтырақ айтатын болсам, ақиқатын айтатын болсам, бұл шайтанның сізге салатын ойы. Неге? Өйткені шайтанның мақсаты не? Адамның өзі туралы жақсы ойда болғандығын қаламайды, адамды үнемі кемсіткісі келеді. Ол адамды былай айтқанда көре алмайды. Бұл жайлы дінімізде бар, бұл жайлы Құранда бар. Адамды Аллах тағала жарататын кезде, не істеді? Ең қарсы болған Ібліс. Шайтандардың атасы Ібліс қарсы болды. Адамды жаратқысы келді Аллах тағала. Адамды ең жаратылыстардың жоғарғы сатысындағы жаратылыс ретінде ең керемет қасиеттермен, ең керемет қабілеттермен жаратып жатқан кезде Ібліс оны көре алмады. Ібліс айтты, не үшін мен оған бас иіп, не үшін мен оған сәжде жасауым керек деді Ібліс. Енді сондай бізді көре алмайтын ең бірінші Ібліс болып тұрған кезде, және сіздің ойыңызға сенің құқыңа келмейді, сен жеткіліксізсің, сен жасай алмайсың, сен кімсің деген сияқты ойлардың барлығын бізге шайтан салады екен. Сондықтан бұл жайында толығырақ білгілеріңіз келсе, менің самооценка деген ютубта сабағым бар, соны қараңыздар, тереңірек ол жақта барлығын түсіндірген болатынмын. Егер де бұл қызық болатын болса, адам өз-өзін бағалау жайлы сол жақта бар. Дәл осылай біз өз-өзімізді кемсіте береміз, солай адамдық өзіміздің миссиямызды жасай алмаймыз. Аллах тағала әрбірімізді, сізді де, мені де, барлық жаратылысты, барлық адамзатты белгілі бір миссиямен жаратты. Адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Мына әлемдегі ең биік жаратылыс ол адам. Аллах бізді сондай махаббатпен жаратып тұрған кезде біз қалайша өзіміз жайлы жаман ойда боламыз? Біз қалайша өзіміздің қабілеттерімізді жоққа шығарамыз, айтыңыздаршы. Сондықтан сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Сіздің қолыңызға Аллах тағала бүкіл мүмкіндікті берді. Өтініш, оны жоққа шығармаңызшы. Шынымен де дәл қазіргі нүктеде сіздің қолыңыздан келетін дүниелер бар. Сіз өзгергіңіз келсе бүкіл амалды табасыз, бүкіл мүмкіндікті де табасыз. Мен оны бұл жолды өткен адам ретінде және өтіп жатқанда адам ретінде оны сеніммен айта аламын. Сіз мүмкіндіктеріңіз бар бола тұра қолданбай жаңағыдай қалай болса солай қарайтын болсаңыз, ертең ол нәрсеге де біз жауап береміз. Аллах тағала сізден сұрайды: пендем, осындай да осындай мен саған мүмкіндіктерді бердім, сен қалай оны қолдандың? Сен қалай оны өз пайдаңа, жұрттың пайдасына, менің пенделерім үшін қалай қолдандың десе, сіз қалай жауап бересіз? Сол өте өкінішті. Дәл сол себептен де мен осы YouTube каналды бастауыма бір шабыт болды деп ойлаймын. Себебі қолымда бар дүние не менің? Білім алғым келеді, білім алудамын. Оны не істеуім керек? Мен өзім үшін ғана алып қоймаймын ғой. Мен онымен бөліскім келеді. Не білемін, соның барлығымен мен жақсылықпен мен бөлісе бергім келеді. Ал бөлісу үшін не істеуім керек? Осындай видеолар түсіруім керек, менің бар аудиториямен бөлісуім керек. Менің дәл қазіргі қолымнан келетін істер осы. Мен мүмкіндіктерім бойынша осы, және мен максимум қолымнан келген барлығын жасап жатырмын деген сияқты осылай жасай беру керек та. Ал бірақ сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мен үшін мысалы осындай роликтерді салу, түсіру барлығы оңай деген сияқты. Менде де өзім жайлы күмән, менің сондай бір шабытымды тоқтатып тұратын белгілі бір ойлар да болды. Бірақ мен істедім, мен Аллаға тәуекел етіп, мен қолымнан келеді деген сияқты өз-өзімді тоқтатып, жаман ойларды тоқтатып, өзіммен өзім күресіп, не істедім? Алға қарай жүріп жатырмын, мысалы. Және ондай ситуациялар менің өмірімде өте көп.
адам баласы болғаннан кейін барлығы нормально. Сіздің ойыңызда ондай установка бар, ондай программа болса, оның барлығы нормально. Сіз адамсыз, адам болғаннан кейін оның барлығы болады. Сондықтан осындай бір маңызды ойлар бар. Бұл видео пайдалы болса сіздерге, міндетті түрде оны жақындарыңызбен бөлісіңіздер, стористарыңызға салыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Келесі видеоның мүмкін тақырыбы сіздің сұрағыңыз болып қалуы мүмкін. Және міндетті түрде подписка жасаңыздар, себебі мен өте қатты қалап жүрмін біздің каналымыздың дамуы жаңағыдай қарқынды болса екен, подписчиктеріміз өссе екен деген сияқты. Бұл жасап жатқаннан кейін енді бұл маңызды. Сондықтан бізді қолдаңыздар, өте керемет пайдалы видеолар күтіңіздер, лүпілді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.